Сәлем, менің қадірменді көрермендерім. Мен сізге бүгін қазақша әдемі қой етінен дайындалатын қуырдақ жасайтын боламыз. Үйреніп алыңыз. Алдымен картоптарымызды осылай турап алып, жақсылап қызып тұрған майға қуырып, бауырсақ сияқты осылай ары-бері қуырып, ыстық бауырсақ піскен сияқты қызартып қуырып аламыз. Қуырып, оны легенге арнайы жинап қоямыз. Мен мұнда 1,5 килограмм картоп дайындадым. Мұнда 5 адамдық кісіге порция дайындайтын боламын. Қызып тұрған майымызды қуырып болған соң, картопымызды осылай жинап, арнайы легенге салып болған соң, картоптың қуырылған майына, сол майға сала бересіз. Қойдың туралған жақсылап жіліктеген қой етін қатты қыздырып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай, дәл осылай қуырып, ұзақ уақыт қуырып болған соң, ол етіміз дайын болған соң, үстіне пиязын жуамызды салып қуыратын боламыз. Пиязы жақсылап қызарып қуырғанша әбден қозғап, қызып тұрған майымызда қуырып, үсті қозғап тұру керек. Асты күйіп кетпес үшін. Сосын осылай әдемі сәнмен туралған сәбізімді тоже қуырам кезекте. Арасында қуырып болған соң, тұз себелеп, дәмдеуіштерін салам. Міне дайын тұрған картопымызды үстінен салып, оны тағы да бәрі біріктіріп қуыратын боламыз. Осылай жасап көріңіздер, қадірменді көрермендерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, айта кетіңіз. Міне осылай қуырып отырамыз. Тек қана жаңағы қызып тұрған майға. Сосын болғар бұрышында салдым. Болғар бұрышы дәм беру үшін бір ғана данасын салдым. Осылай ерекше дайындалатын қазақша қой етінен дайындалатын қазақша қуырдағымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сосын мен помидор қызанақты салып, дәмі шығу үшін 2-3 қызанақты салып қойдым. Сосын оны баяу отта бетін жауып бұқтырып аламын. Тұзды өзінің дәміне қарай себестер. Дәмдеуіштерді себестер өздерінің дәміне қарай. Дәмдеуіштер әртүрлі дәмдеуіштерден септім. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қадірменді мен көрермендерім. Міне дайын болды қазақша қой етінен қуырдағымыз. Енді тілі күшті, енді дәмі тіл үйретеді. Тіл үйретін дәмді қазақша қой етімен қуырдақ дайын. Бізге ас болсын. Рахмет қолдап кеткендеріңізге. Қадірменді көрермендерім, келесі видеода сау болыңыздар.